Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah kerim Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli ko'rarmanlar. Bugungi to'xtalib ketadigan masalamiz ol isrof masalasida bo'lmoq. Jalbi qozoq xalqi har narsaning qadrini jete bilgan. Babalarimiz barga qanag'at, yo'qqa sabr deb bekor etmasa kerak. Allah bergen rızık nisbesini qanag'at etib, qo'lida bar az bo'lsa da vayimdamay, ko'p bo'lsa tasmay ömür sürgen dana xalqmiz. Ata babalarımız tüyürlerinin qadr qasiyetini bilgenligini ısraf şeyle köp degen tanim tağılım bizge üretti. Olay bolsa Allah Teala qasiyetli Kur'an-ı Kerim'de ne bir ayetlarda keldiredi. İşindir, jengdir, bırak ısraf kılmanglar. Şındığında Allah Teala ısraf kılışlarda sümeydi dedi. Olay bolatın bolsa ısraf etuşlar olu jaratuşu Rabbil Alemin'in yani merimine bölünbeydi deb oylasak barımızda ornunu jumsauga elde qayda atsalsar edik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde Sa'd ibn Waqqas radiyallahu ta'ala anhu'du körüp qoyup, "Ey Sa'd, özün jağasında deret alıp jatsaң da ısraf etme" deb eskertkeni var. Abay atamızın mına bir sözünde "Erişek bekir mal şaşpaq, 5 düşmanı көрсеңіз" deb bekir aytpasa керек. Yani Abay atamız olsa ısrafçılıkты sınay oturup 5 düşmana kirgizedi. Қазақтың данасы Абай атамыз ысырапшылдықтың, орынсыз мал шашудың, өтірік өсек мақтаншақпен бірдей екен деп көрсетеді. Олай болса, құрметті ағайын бауырлар, мына ысырапшылдықтың алдын алу мақсатында қазіргі біздің ас садақамыз тойымыздан да ешқандай фарқы болмай қалды. Ас садақа берген кезде немесе түрлі, яғни әртүрлі жиындарға жиналған кезде ысырапшылдыққа бой бермей, ысырапшылдыққа жол бермей, одан сақтануға әрекет жасайық. Себебі қазір біз сондай бір қиын кезеңге кеп қалдық. Әрбір үнемдеген дүниеміз ертең өзімізге керек болады. Сондықтан өзімізге керекті, маңызды деген нәрселерді ал енді осы керек болады деген нәрсені әзірге бастап тұруымыз өте маңызды. Себебі мына қазір біз базарға барып қалсақ, я болмаса бір дүкенге барып қалсақ, керекті заттарға ақшамызды, дүниемізді жұмсап жатамыз. Бәрі де керекті сияқты болып көрініп жатады, бірақ кейіннен әкелген затымыз керексіз болып жатады. Сондықтан өте маңызды деген дүниелерімізді қолданып, керек болады кейін деген нәрсені кейінге қалдырғанымыз әлдеқайда абзал болады. Және сол сияқты қазіргі біздің қоғамда өмір сүріп жатқан электр жүйесі, беріліп жатқан су құбырына беріліп жатқан сулар, өзіміздің ауламызда сулар, мұның барлығына немен қарауымыз керек? Аса маңыздылықпен қарауымыз керек. Яғни ысырапшылықтан сақтануымыз керек. Құрметті ағайын бауырлар, Алла Тағала дүние байлықты, күш қуатты, рұқсат, яғни уақытты ысырапсыз орынмен жұмсауды бізге әмір етеді. Мына бізге беріп жатқан уақыт, бұның өзін ысырап етпеуіміз керек. Белгілі бір уақыттарды өз орнымен жұмсауға әрекет жасауымыз керек. Алла Тағала бізге міндет еткен ысырапқа бармау, байлықпен қанағаттың және берекенің бастауы болмақ. Ысырапымыз арта жаңағы ысыраптан алыс жүруге және өзімізді және өзгемізді кейінгі өсіп келе жатқан ұрпағымыз, өскелең ұрпаққа осыны түсіндіре білуіміз керек. Ырысымызды Алла Тағала арттыра берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, құрметті ағайын бауырлар.